Сәлем достар, сіздермен бірге мақсат. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін керемет тақырып әскери баспана бағдарламасы бойынша өте қажетті 10 лайфхак. Үлкен өтініш, мақсатпен YouTube каналына тіркеліп қойсаңыз, бұл каналда 190-нан астам баспана мәселесіне байланысты керемет бейнероликтер бар. Үлкен өтініш, әскери баспана бағдарламасына қатысамын деп жүрген жандарға осы бейнероликті жіберсеңіздер, себебі маңызды мәселелер айтылатын болады. Кеттік достар, әскери баспана бойынша лайфхактар. Қазір қолдарыңызға бір ручка мен қағаз алып, бәрін жазып отырсаңыздар. Енді достар, қараңыздар. Әскери баспана бағдарламасы негізінде екіге бөлінеді. Біреуі, яғни конкурс аясында қатысу, екіншісі конкурстан бөлек. Оны көптеген жандар білмейді. Егер де сіздің өзіңіздің қолыңызда 50% үйдің ақшасы бар болса, ағайын туыстар көмектесін, немесе өзіңіздің жинаған ақшаңыз 50%-ға жетіп қалса, ешқандай конкурсты күтпей 6%-бен 100 миллион теңгеге дейін төлем қабілеттілігін растап, өздеріңіз баспана рәсімдей берсеңіздер болады. Керемет, яғни сізде қазір 50% болса, әскери баспана конкурсын күтіп, ол қашан басталады, өтем бе, өтпеймін ба деген мәселе жоқ. Дәл бұл жерде, егер 50% болса, сіздің вознаграждениеңізді қарау деген мәселе болмайды. Екінші мәселе, қолыңызда үй құнының 50% болса, яғни біріншіге ұқсастау достаршы, онлайн уступка арқылы депозит сатып алып 3,5-5%-бен баспана рәсімдеу. Енді осы жерде қазір көптеген адамдар түсінбей қалуы мүмкін, онлайн уступка деген не ол деп. Онлайн уступка деген, мысалы, бір адам өзінің баспанасын ақшасын жинап жүрді, бір күні, мысалы, қандай бір жағдайлармен баспана алмайды, мақсаты басқа өзгеріп кетті. Ол жағдайда, ол адам банкке барып, бағанағы депозитін шешіп алатын болса, яғни құр ғана депозитін шешіп алады, егер 3 жылдан асса, бағана госпремиясы бар, вознаграждениесі бар дегендей. Ал егер ол өзінің депозитін сатып жіберетін болса, үстінен қосымша пайда табатын болады. Сондықтан көптеген жандар өздерінің депозиттарын онлайн уступка қызметі арқылы сатады. Мысалы, сіз оны барасыз, сатып аласыз, бағана қажетті вознаграждениесін сөйтесіз да, отбасы банкынан 3,5%-бен бірден өзіңіздің несиеңізді төлеп тұрғын үй зайымды рәсімдейсіз. Қарапайым тілде айтайыншы достар. Міне, осы салада мен қаншама жыл болып жүргеніме, мыңдаған адамға баспана алып бердім, Құдайға шүкір. Көптеген жағдайларда бағана мен өзім клиентке былай настоять етіп тұрып айтамын. Депозит сатып алмай ипотека рәсімдемейміз, 50-50 болатын болса. Депозит сатып алмай ипотека рәсімдемейміз. Сіз түсініңіз, мен де бағана өзім халық елдің алдында жүрген абыройым бар. Егер мен сізге депозит сатып алып бермей ипотека рәсімдеп жүріп жүретін болсам, ертең ыңғайсыз болады, ел жұрттан ұят болады. Сондықтан давайте депозит сатып алып берейін, бірден өзіңіздің несиеңізді төлей бастайсыз, банктарға комиссия төлемейсіз, арзан пайызбен бастайсыз деп мен айтып отырамын. Түсіністер ғой, банкке даже комиссия бермейсіздер, түсініп отырсыздар ма? Бірден өздеріңіздің несиелеріңізді төлеп бастайсыз. Достар, мынау енді керемет. Тағы да айтамын, кім қолында 50% бар болса, үлкен өтініш, жақсы бір білікті маманға барыңыздар да, депозит сатып алып несие рәсімдеген, және депозит сатып алмай 50-50 мен несие рәсімдеген бір айырмашылығын көріңіздерші, өздеріңіз осы мен айтқан сөзім содан түсінетін боласыздар. 7-25 бағдарламасы бойы ақша жинамай жүрген жандар, бағана вознаграждениесін, одан бойдақтар. Бойдақтар дегенде отбасында. Енді жалғыз өзіне бағана жилплата алады, жинауға мүмкін вознаграждениесі көбейтуге аса бір жетпей жатқан болса, осы бағдарламаға қатыссаңыздар болады. 7%, 20% бағанағы бастапқы жарына 25 жылға. Біреу айту мүмкін бағана, ой, 7-25 қымбат, бағанағы баспананы бірге бір бересің 25 жылы деп. Достар, бірге бір бересіз 25 жылдың ішінде. 25 жылдың ішінде. Нарықта үйдің өсу бағамы 20% бен 30% арасында. Орташа есеппен алған кезде сіз 7-25 бағдарламасы бойынша рәсімдеген үйіңіз 4 жылдың ішінде өз бағасын беретін болады. Керемет емес пе? Банкке сіздер, мысалы, мен всегда, маған келеді ғой, мысалы, консультацияға. Консультация алып отырады. Бағана 7-20-25-ті айтып отырсам, кейбір ой, бірге бір қайтарады екен, осылай осылай деп отырады, мен бүйтіп айтамын. Қараңызшы деймін. Жыл сайынғы ақшаның құнсыздану коридоры 10% бен 15% арасында деймін. Естеріңізді түсіріңіздерші, осыдан мысалы 10 жыл бұрын 10 мың теңгеге бағанағы супермаркетке кіріп әжептәуір продукт тап шығатынбыз, қазір 10 мың теңге кірсеңдер, бір пакетпен шығамыз. Мен айтамын, жыл сайын сіздің ақшаңыз арзандап отыр деймін. Одан қалса баспана бағасының жыл сайын қымбаттап жатқаны бар. 7% бағанағы банкке барасыз, осының бәрін ескерсеңізші деймін. Достар, қарапайым айттым ғой бағана сіздерге. 7-20-25, егерде сізде қазір вознаграждение болмаса, егерде сіз ондай жинауға мүмкіндігіңіз болмай жүрсе, қолыңызда бір белгілі бір сумма болса, мысалы бір 5 миллионға дейін, онда
нағыз рәсімдейтін ипотеканың түрі. Одан қалса не үшін айтып отырмын? Бұл ипотека мүмкін жақын арада тоқтап қалу, орнына басқа ипотека шығу. Сондықтан жұмыс жасап тұрған кез осы ипотеканы қазірден рәсімдеп алсаңыздар, кейін маған рахмет айтасыздар. Себебі 4 жылдың ішінде сіздің баспанаңыз үстінен бірге бір береді. 25 миллион қалған үйіңіз 4 жылдан кейін 50 тұрады. Сіз 25 жылда бірге бір мына жерде переплата қайтарасыз. Мен приблизительно айтып отырмын. Енді мына жағдайды көбісі білмейді. Шынында да таңғаласында сіздер мемлекеттік қызметте жұмыс жасайсыздар. Үй кезегіне тұрып, нұрлы жер шаңырақ 10%-бен, бастапқы жарнама 5%-бен алу дейді. Достар, сіздер мемлекеттік қызметкер ретінде тұрғын үй кезегіне тұруға құқықтарыңыз бар. Қазақстан тұрғын үй қатынастар заңына сәйкес. Неғып кезекке тұрып баспана алмайсыздар? Сіздер мысалы енді басқа қалаларда айтпай ақ қойын, біздің мысалы Нұр-Сұлтан қаласында полиция қызметкерлеріне табысы жан басына шаққан кезде 3-те 1 күн көрінген асып кетпесе, тұрғын үй сертификаты беріледі. Дәл осы бағыттан. Кәдімгідей тұрғын үй сертификаты беріледі. Егер бастапқы жарналарыңыз болмай жатса. Тұрғын үй кезегіне қарайды. Бұл жерде жинаған ақшаға емес, тұрғын үй кезегіне қарайды. Енді жинаған ақшасына да қарайтын бағыты бар, вознаграждение қарайтын. Бұл қай жағдайда айтып отырмын Мысалға сіздің үлкен ай сайынғы төлеуге мүлде көңіл күйіңіз жоқ, немесе жақын арада пенсияға шығуды жоспарлап жүрсеңіз, достар, мынау нағыз сіздерге. Былай жасауға болады. Мысалға сіз отбасыңызда 400 мыңдай тұрғын үй төлемдерін аласыздар делік. 3 бөлмелінің платеж Нұр-Сұлтан қаласы бойынша орташа есеппен 140 мың болады. 2 бөлмелікі 110 мың, 1 бөлмелікі 68 мың. Керемет емес пе? Енді өздеріңіз біліңіздер, өздеріңіз шешесіздер. 10% бастапқы жарна. 1 бөлмеліге 880, 2 бөлмеліге 1 миллион 320, 3 бөлмеліге 1 миллион 760 мың. Оның егер бастапқы жарналарыңыз болмай, кезектеріңіз мықты болса, айттым, нұрлы жер деген, бұл нұрлы жер программасы. Кезекпен де жүреді, вознаграждениемен де жүреді. Мысалы, егер кезекпен жүріп отып бастапқы жарналарыңыз жоқ болса, мемлекет тарапынан қосымша тұрғын үй сертификатын алсаңыздар болады. Қарапайым тілде тұрғын үй кезегінде тұратын болсаңыздар, нұрлы жер шаңырақ бағытына қатысып, 10% бастапқы жарнамен 5%-бен мемлекет соққан чистовой үйлерді алыңыздар. Ежемесячный платежы да кішкентай. Кімнің тұрғын үй кезегі жақсы, бастапқы жарнасы жоқ, мемлекет тарапынан тұрғын үй сертификатын алсаңыздар болады. Бізде Нұр-Сұлтан қаласында әкімдігінің шешімімен полиция қызметкерлеріне тұрғын үй сертификаты беріледі. Өте керемет. Көптеген мамандар осы бағыт бойынша менен келіп кеңес алды, мен ұсынамын, негізші. Пенсияға 1-2 жыл қалды, не істейміз, қалай жасаймыз? Мен айтамын, екінші бір вариант бар деймін, әскери баспанадан бөлек. Ол нұрлы жер деп аталады. Он платежы келесідей, чистовой үйге кіруге мүмкіндігіңіз бар, тұрғын үй кезегіңізбен, осылай деп айтқан кезде көп адамдар осы бағытты таңдап өзінен қарастырып отады. Өздеріңіздің, енді бұл видеоны бүкіл Қазақстан көріп отыр, өздеріңіздің ауданнан тұрғын үй басқармасы, тұрғын үй фонды, отбасы банк мамандарынан сұраңыздар, нұрлы жер шаңырақ бойынша қандай үйлер беріліп отыр, барып көріп келгенге ұнатып отсаңыздар, сол бағытты да көріңіздер. Жарайды ма? Платеж кішкентай ғой, 5% беріледі. Енді спецсчеттағы ақшаны депозитке аудару. Мен шынымен кеңес берген кезде бір таңғалатын дүние, көптеген адамдар спецсчетта ұстап отыр ғой. Спецсчетқа түседі, прямо бітті. Сол жерде мен өз көзіммен көрдім, 2,5 миллион теңге, 3 миллион теңге спецсчетта жинап жүрген ақша. Зачем, достар, зачем? Одан гөрі спецвкладқа аударыңыздар, депозиттарыңызға. 20% мемлекет тарапынан берілетін сыйлықақыны аласыздар, 2% сыйақыны алып отырасыздар. Одан қалса әскери баспанаға қатысатын болсаңыздар, сіздерге өздеріңізге қажетті вознагражденияларыңыздан 2% арқылы көбейе береді. Депозиттарыңыз жұмыс жасайды да, спецсчетта тұратын болса, ол мүлде жұмыс жасамайды. Әшейін жатады ақшаларыңыз. Енді әшейін жатқаннан гөрі сіздер 3 тарапты шартқа қол қойдыңыздар. Ол ресми сіздің арнайы депозитіңіз, сондықтан ояққа аудара беріңіздер. Қорқатын ештеңе жоқ. Себебі бір кісі айтты, ол депозиттік шотқа аударуға мен қорқамын деп. Жоқ, достар. 3 тарапты шартқа қол қойып депозит аштыңыздар. Қорқатын ештеңе жоқ. Енді мына мәселеге үлкен өтініш, қатты назар аударыңыздар. Конкурс басталмас бұрын барлық депозиттарды арнайы депозитке біріктіру керек. Міне, жақсылап назар аударыңыздар. Біз алдыңғы 1-2 бейнероликте мен тікелей эфирлерде айтқам. Скорее всего, әскери баспана бағдарламасы бойынша нұрлы жер сияқты болады деп бағанақ. 1 депозит, 2 депозит, 3 депозит болса сізде, соның бәрін өтін беретін кезде таңдайсыластарда бәрін вознаграждениялар бірге қосылып кетеді деп. Жоқ, достар. Тек қана арнайы депозит бар ғой, спецвклад дейді. Соның ішіндегі ғана вознаграждение саналады.
естіп тұрсыздар ғой. Тек қана арнайы депозиттің ішіндегі ғана вознаграждение саналады. Егер де сізге жақын туыстарыңыз бағана өзінің депозитін берген болса, mesela бағана әйеліңіз, балаларыңыз келіп отыр сізге депозит. Міне, сізде бір депозит, екі депозит, үш депозит болып тұр ма? Сіз ойлап жүрсіз ғой. Мен өзімде 50 мың вознаграждение бар, әйелім берген депозитында бөлек тұрған 20 мың бар, мынада 30 мың бар деп. Жоқ, достар. Сіз өтінім берген кезде тек қана өзіңіздің депозитіңіздің ғана вознаграждениесі саналады. Мына вознаграждениелер саналмай қалады. Сондықтан банкке барасыздар да менеджерге өтінім жасайсыздар. Үлкен өтініш. Мына менде екінші және үшінші, төртінші, бесінші болып тұрған депозиттардың бәрін мына спецификалатқа қосу керек деп. Түсіністер ма? Міндетті түрде тағы да айтамын, достар, бұл өте маңызды. Осы бейнероликті түсірудің де негізгі себебі осы бар ғой, үлкен өтініш. Сіздер өтіп кетіп отырсаңыздар, қайта біз қуанамыз. Мына өздеріңіздің арнайы депозиттеріңізге қосымша тұрған депозиттардың бәрін қосыңыздар. Егер сізге туыстарыңыз депозит беріп, сізде 2 депозит болып тұрса, оны мынаны қосыңыздар. Неге? Себебі мынаяқта 50 мың бар, мынаяқта 30 мың бар, мынаяқта 20 мың бар, суммироваться етеді, 100 мың вознаграждениемен қатысасыздар. Өзіңіздің ғана депозитіңізбен қатысатын болсаңыз, яғни просто өтінім бере салатын болсаңыз, өзіңіздің ғана бағана арнайы депозитіңіз есептеледі, тек қана сол депозиттағы 50 мың вознаграждениемен конкурсқа кетіп қаласыздар. Потом жүресіздер, аналарды қоса салу керек, тағы да басқа дегендей. Банкке барыңыздар да, қарапайым тілде айтқан кезде приложенияларыңыз бар ғой ма? Отбасы банк деген. Соны ашқан кезде сіздерде бірақ депозит тұру керек қой. Және де тұрған депозиттардың бәрін қостырып алыңыздар, банкке барып қостырасыздар. Аймаққа шектеу жоқ, кез келген қаладан алуға болады. Иә, достар, аймаққа шектеу жоқ. Мысалы, сіз Нұр-Сұлтан қаласынан конкурстан өттіңіз, енді өзіңіз басқа қаладан да баспана ала берсеңіздер болады. Яғни қандай да бір шектеу деген жоқ. Ең бастысы, отбасы банкінде зона кредитования деген заң бар. Соған сәйкес бағанағыдай несие беретін аумаққа, ауданға, қалаға, облыс, районға кіру қажет. Енді 2022 жылғы болатын конкурс жөнінде. Бұлай жасаңыздар, бітті, ойбай деген мәселе емес, жай ғана сіздерге ұсыныс. Мысалға дейік, 2022 жылғы конкурс 1 август пен 31 августқа дейін жалғасатын болса, жалпы менің сіздерге деген ұсынысым 30-на таман өтінім берсеңіздер. Себебі 29-30 күні әр айдың соңында бағана депозит деген басыңыздар приложениеда. Соны бассаңыздар, былай шамалы астыға түсірсеңіздер, көресіздер өздеріңіз. Вознаграждение за тот месяц, вознаграждение деп тұрады сыйақы. Соны көресіздер, көрдіңіздер ме? Байқасаңыздар 29-30-на түседі айдың соңында таман. Мен сіздерге деген ұсынысым, кімнің вознаграждениесі аз, жалпы да енді міндетті түрде осылай жасаңыздар, үлкен өтініш. Асықпай бір 30-на таман өтінім беріңіздер. Себебі отбасыбанк.kz сайт арқылы беріледі өтінім. Егер 31 қоса алғанда өтінім беру мүмкіндігі бар болса, бір 30-на таман өтінім берсеңіз, вознаграждениені түсіріп алып, онда үлгеретін достар. Бірақ тағы да айтамын, достар, бұлай жасау да, жасамау да сіздердің өз еріктеріңіз. Біз оны не үшін айтып отырмыз? Себебі сіз мысалға біріне басталаса өтінім беріп тастайтын болсаңыз, сол сәтке өтінім берілген вознаграждение мен сіздің өтініміңіз фиксироваться етіліп қалады. Егер сіз вознаграждение түсіріп алып барып өтінім беретін болсаңыз, онда сол сәттегімен фиксироваться етіліп қалатын болады. Түсіністер ғой, достар? Мысалы, Нұрлы жерде сондай ғой. Нұрлы жер бағытын білесіздер, Нұрлы жер шаңырақ мемлекеттік бағдарлама. Нұрлы жер 25-іне басталып келесі айдың 10-на дейін болатын болса, қай уақытта өтінім бердің, по вознаграждение болатын болса, сол уақыттағы вознаграждение фиксироваться етіліп қалатын болады. Егер келесі айда берсең, қосымша вознаграждениені қосып алып өтінім бересің. Бірақ шешім сіздерде, достар. Қай күні өтінім берсеңіздерде. Енді 6 ай бұрын жұбайыңызға ақша аударсаңыз, сол қаражатты қайтаруыңыз қажет болады банкке. Өте жақсылап тыңдаңыздаршы. Естеріңізде болса, жалпы соңғы 1 жыл көлемінде осы мәселе бойынша мен айтып келе жатырмын. Тұрғын үй қатынастары бағаны бар, заң бар, постановление 526 бар. Негізгі аренда жилища деп өзіңіздің жұбайыңызға ақшаны жіберу, ол тұрғын үй қатынастары заңы бар, постановление 526 бар. Тікелей соны мақсатсыз тұрғын үй төлемдерін қолдану болып саналады. Неге сіз өзіңіздің жұбайыңызға тұрғын үй төлемдерін жіберіп отырсыз? Сіз енді өз жұбайыңыздан пәтерді бағанаға арендаға алып отқан жоқсыз ғой. Сондықтан осы жерде ескере кететін жайт. Соңғы 6 ай мүлде өзіңіздің жұбайыңызға жіберілген сомма болмауы тиіс. Соңғы 6 ай. Егер 6 айдың алдында жұбайыңызға қандай да бір сомманы жіберген болсаңыз, конкурсқа қатысасыз. Егер конкурстан өтсеңіз, банкке төлем қабілеттілігін растауға келген сәтте, сол 6 ай бұрын әйеліңізге қандай сомма жібердіңіз, қанша мысал?
бір рет жібердіңіз бе, 2 рет жібердіңіз бе, сол сомалардың бәрін текущий счетқа саласыз. Текущий счет ашасыз, өзіңізге арнайы счет бар, приложение арқылы да ашуға болады. Содан кейін текущий счеттан өзіңіздің бағанағы арнайы депозитіңізге, спецвкладыңызға аударасыз. Яғни сіз тұрғын үй төлемдерін мақсатсыз қолдандыңыз, 6 ай өтті, ештеңке жібермеген, енді сіз қайтып тұрғын үй төлемдерін өз орнына қойдыңыз деген сөзді білдіреді. Достар, тағы да айтамын, жақсылап тыңдап алыңыздаршы. Соңғы 6 ай мүлде сіз өзіңіздің жұбайыңызға тұрғын үй төлемдерін аренда үшін деп жібермеуіңіз қажет. Егер 6 айдың алдында жіберген болсаңыздар, естеріңізге түсіріңіздер, қандай соманы жібердіңіздер. Сол соманы конкурстан өткеннен кейін барып, текущий счет арқылы депозитке салу керек. Қазір конкурстан өтпей тұрып, ол ақшаны восстановить етеміз, үйтеміз деп бүйтеміз деп жүрмеңіздер. Жарайды ма? Үлкен өтініш. Қазір ойбай, мақсаттың бағанағы YouTube каналынан көрдік, ақшаны осылай восстановить етіп бастау керек екен деп, қазір ел жұрттан кредит алып, қарыз алып, немесе өздеріңіздің жинап жүрген ақшаларыңызды бас салып тастаудың қажеттілігі жоқ. Сіздерге бірінші конкурсты өтіп алу керек. Конкурсты өтсеңіздер ғана қарайсыздар, соңғы 6 ай болды ма, болған жоқ па. Егер соңғы 6 ай болған жоқ болса, банктың менеджермен ақылдаса отыра, өтінім беріп отырған текущий счетқа одан депозитке салатын боласыздар. Достар, бір нәрсені айтайыншы, енді банк саласында 10 жылдан астам жұмыс жасаған маман ретінде. Енді соңғы 6 айдың ішінде әйеліме жіберіп қойдым, бітті, менде мүлде вариант жоқ, басқа шақ жоқ, шанс жоқ деп ұнжырғыларыңыз түсірмеңіздер. Егер шында да жіберіп қойған болсаңыздар, негізі заң бойынша ол запрет, банк менеджеріне барып, бағанағы заявление жазып көрсе болады ма деп бір ауыз сұрап көріңізші. Себебі енді бұл мәселе қалай болатынын білмеймін да, бірақ мен өзім алдыңғы практикаларында басқа сәт бойынша. Негізі кез келген заявка стандартный, нестандартный заявка деп бөлінеді. Стандартный заявка дегеніміз ол тікелей бағана сіздің өтініміңізді жай ғана қарастырып беру. Нестандартный заявка деген сіз заявление жазасыз, соны маған қарастырады, өз ответін береді дегені. Сондықтан қазір қайда бір кісілер біз 6 айдың ішінде күйеуімізге, әйелімізге жіберіп едік, енді біз мүлде қатыспаймыз, шанс жоқ қой деудің де қажеттілігі жоқ. Мүмкін шынында да қазір бейнеролик түсіріп отыр, ертең әскери баспана басталады, әскери баспана болып біткеннен кейін банк тарапында қандай да бір өзгерістер болатын шығар. Мүмкін сіз өтінім жазғаныңызды қарастыратын шығар. Ертең банкке барып айтып жүрудің қажеттілігі жоқ. Мақсат айтты ғой, 6 айдың ішінде жіберіп қойсаңыздар, банкке заявление жазасыздар, қарастырып береді деп. Жоқ, достар. Мен сіздерге жай ғана өзімнің практикамнан айтып отырмын. Стандартный бар. Стандартный, бағана 6 айдың ішінде болмайды деген түсінік. Нестандартный деген түсінік бар. Түсіністер ғой? Яғни стандартный деген түсінік бағана 6 айдың ішінде болмайды. Нестандартный, онда сіздер өтінім жазасыздар, банк соны қарастырып көреді. Енді максималды қарыз 50 миллион теңгеге дейін отбасы мүшелерінің санына шектелмейді. Осы мәселе бойынша шынында көп адамдар айтып жүр екен, бағана ойлап жүр екен. Бағана белгілі бір лимиттен ғана аламыз, ол лимиттен асамаймыз деп. Жоқ, достар. Әскери баспана конкурсы бойынша, бағдарламасының конкурсы бойынша 50 миллион теңгеге дейін алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Мысалы, сіз қатысушысыз, табысыңыз жетпей жатыр ма, 2 созоймшік тартып 50 миллион теңгеге дейін өздеріңізге бағана ипотека рәсімдесеңіздер болады. Бірақ естеріңізде болсын, ол созоймшік бағана гарант, оның атынан да сіздің бағана ипотекаңыз шығып тұратын болады. Әңгімені енді тоқ етеріне келетін болсақ, әскери баспана бағдарламасы бойынша 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лайфхак айтылды. Ең бірінші, әскери 2 бағытқа бөлінеді. Біріншісі конкурс, екіншісі конкурс емес, 50% саласыз, 50% бастапқы жарна саласыз, 6%-бен ала бересіз 100 миллионға дейін. Екіншісі, қолыңызда үй құны 50% болса, өзге жанынан жинап жүрген депозитін сатып алу арқылы 3,5-5%-бен ұсынам 50% болса. Мынау жынды, ешқандай комиссия төлемейсіз. Керемет өнім мынау. 7-20-25-те керемет өнім. Бағана айтып өттім ғой сіздерге, мысалы, пайызды арзан, үйдің бағасы қымбаттайды. Одан қалса мүмкін, енді жалпы әлеуметтік желіде жүрген хабарлама бойынша, мүмкін бұл бағдарлама жабылып қалуы мүмкін. Жасап тұрған кезде қолданып қалыңыздар. Үй кезегінде тұратын әскери сала, осы әскери болсын, МВД болсын, СГО болсын, КМО болсын, егер сіздер тұрғын үй кезегінде тұрсаңыздар, осы вариантты да қарастырып көріңіздер. Жергілікті бағанағы банк бөлімшелер, тұрғын үй басқармасы, тұрғын үй фондына бар, қандай үйлер соғылып отыр, соны біліңіздер. Қараңыздар, зерттеңіздер. Егер тұрғын үй кезегінде тұрмасаңыздар, тұрыңыздар, достар, барып. Әйтеуір бір қажеттілігі болады. Егер бұл бейнеролик қазір бір адам көріп жатсаң да, ешқандай осы программаға қатыспайтын, тұрғын үй кезегінде тұрасаңыз, онда сізге бір пайдасы болады. Ондай спецшоттағы ақшаны депозитке аудару. Айтып өттім,
спецсчетта ұстап отқан ақшаның үстінен ешқандай вознаграждение процент қосылмайды. Депозитке аударсаңыз 20% госпремия, 2% вознаграждение қосылады. Конкурс басталмас бұрын барлық депозиттар арнайы депозитке біріктіру керек. Просто қарапайым тілде ашыңыздаршы приложенияларыңыз, көрдіңіздер ма? Өзіңіздің бір депозитіңіз тұр. Плюс көрдіңіздер ма қанша депозит тұр? Вот мына жайында тұрған депозиттер сізде болмау керек. Түсінсіз ғой? Мына депозиттерді аласыз, мынаған біріктіресіз, чтобы сіздің ұтуға деген шансыңыз көбірек болу үшін. Мына ойлап жүрмеңіз, мына 3 депозиттің да вознаграждение саналып кетеді екен ғой деп. Мына саналмай қалады. Мен сізге айтып отырмын, 1000 вознаграждение өзі роль играть етеді конкурста. Осы салада жүрген тәжірибелі маман ретінде айтып отырмын. 10 вознаграждение роль играть етіп кететін болады. Кейбір кезде. Түсіністер ма? Сондықтан 1000 вознаграждение болсын, қанша болсын, өздеріңізге міндетті түрде қосып алыңыздар, өтініш аха. Аймаққа шектеу жоқ, кез келген орнын ала бересіздер, оны айттым. Одан кейін өтінім беру бойынша да өздеріңіз шешесіздер. Біздікі тек қана ұсыныс, сіздерге айтуым бір лайфхак. Яғни өтінімді бастала сала емес, бір айдың соңына таман, егер 31-не дейін болатын болса, 29-30-на вознаграждение түсіріп барып беретін болсаңыз, онда сізде вознаграждение көбірек болып тұрады, ұтып кетуге шанс болады. Мен айттым ғой сіздерге, 10 вознаграждениені да роль играть етіп кететін кезі болады. 6 ай бұрын жобаңызға аударған болсаңыз, онда 6 ай өту керек, айтып отырмын, 6 ай өту керек. Және де егер конкурстан өткен ғана жағдайда, қазірден бастап жасамаңыздар, конкурстан өткен ғана жағдайда банк менеджермен ақылдасып отырады, текущий счетқа саласыздар, текущий счеттан депозитке. Ол жерде пояснительный жазасыздар, достар. Мен мынаны былай да былай аудардым, үйттім, білмедім, тағы да басқа деген дейді енді. Сөздерді аударып бересіздер. Максималды қарыз 50 миллион теңгеге дейін отбасы мүшелері санымен шектелмеген. Яғни тұрғын үй төлемдерін қосқан кезде, өзіңіздің зарплатаңыз қосқан кезде, мысалы өзіңіздің алғыңыз келіп отырған пәтеріңіз бір 45 миллион тұрады, жетпей жатса, ағайын туыстарыңызды любой адамды, жақын туысқандар деген түсінігі жоқ, любой адам созоймші ретінде тартасыздар да 50 миллионға дейін, егер табысы жетіп тұрса, ипотека ала бересіздер. Қымбат достар, керемет ақпарат айтылды, үлкен өтініш осы бейнероликті барша осы әскери баспана бағдарламасына қатысам деп жүрген жандарға жіберсеңіздер, мақсатпен YouTube каналына подписаться жасап қойсаңыздар, бұл каналда 190-нан астам өте керемет, пайдалы баспана мәселесіне байланысты бейнероликтер бар. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.